Достарым, ассалаумалейкум. Сіздерге көріне ме көрінбей ме, анау Меккедегі сағат Қағба сол жерде орналасқан. Ал біз Нұр тауындамыз, қасиетті. Алғаш аят түскен, пайғамбарымызға уахи түскен жер. Хира үңгіріне, анау адамдар ар жағынан барып екі рәкат намаз оқып жатыр. Осы жерге Хадиша анамыз сонау Мекке қаласынан күніне 2 рет келіп тамақ әкеп беріп тұрған дейді пайғамбарымызға. Енді бұл жерге шығудың машақатын айтып түсіндіру қиын. Өзім 5 рет демалып шықтым осының үстіне. Енді еркектер қауым ойлауы мүмкін, әйел деген күйеу үшін қандай қызметте болу керек, сондай болу керек деп. Рас, сондай қызметте болу керек. Бірақ пайғамбарымызды Хадиша анамызға сол деңгейде құрмет көрсете алған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Хадиша анамыздың сондай қиыншылыққа көнетіндей пайғамбарымыз ол кісіні құрметтеп сыйлаған. Соның нәтижесінде Хадиша анамыз ешқандай қиындыққа мойымай келіп тамағын әкеп күтімін жасап пайғамбарымыздың барлық машақатына көнген.